Әбіш Кекілбайұлы, Аңыздың ақыры. Қызыл алма. 1 бөлім. Ат тұяғынан құм сауырын ойып түскен дөңгелек шұңқыр ілезде қайта толады. Алдындағы оқ бойы озық өңшең құла ат мінген күзет сарбаздарынан тау-тау шағылдың беткейінде шашырап қалып жатқан көбіз көзді ашып жұмғанша ғайып болады. Сусымағын баянсыздықтың тылсым құдіретін танытқысы келгендей, құп-қу жүзіне жолап кеткен сәл таңбаны жалмап жұтып жатыр. Әмірші ұлы шөлге келгелі бері оппоғымның осы бір обыр мінезінен назарын қанша алып қашса да құтыла алмай-ақ қойды. Сарала күйменің ішінде созылдақ құмаққа шашасын қаптырып, малтыға жорғалап келе жатқан көп аттың тұншыға шыққан жапа тармағай дүсірін тыңдай мезі боп кетіп, тұсындағы селдір пердені ысырып, сыртқа қарадақ. Көзіне алғай сол түседі. Шаңылтақ көктем, қыста қар көріп жармаған жабыраңқы шөл көзіңді қаштады. Жүзген мен сексеуіл әлі бір жармапты, сояу қалба. Төңірек түгел мүлгіп тұр. Денкейген шағылдар да, тырбық құм бұталары да, ғұмыры қыбыр қимыл көрмегендей жер тістеп жатып алыпты. Тасбақаның даулы басылғаны таяудаған емес бет. 5 күн бойы қарсы алдынан тандырдың деміндей бет шарпыған қызыл жел ұрған да тұрған. Әлде қандай долы дүлей қара жердің тасталғанын шығарып күл ғып уатып, сосын бір алапат табаққа салып ап, елеп кебегін желпіп ұшырып жатқандай жер мен көк түгел шаңға айналып кеткенді. Қара құрым қалың қол бірін-бірі көре алмай кеуделерінен төмпештей ұрғылап, кері итеріп баққан қызыл желді бетке ұстап ілбігенде отырған. Күллі дүние түлен тигендей тулап шыға келгенді. Аспан қайда, жер қайда ешкім ажырата алмастай. Құлақ сарыстып олып тұрған жел. Күллі кеңістікті бір өзі иемденіп, асыр салып ойнақтап жүрген шаң тозаң. Енді дүние қайта орнына келместей. Сол бір шаң тозаңға айналған қалпы бір жола күлі көкке ұшатындай. Әумесер жел бұл мініп келе жатқан сары күймені де жер бетінен жұлып ап, төбесінде бедірейіп жатып алған сұп-сұр кеңістіктің әлде бір тұңғиығына жетіріп жібергісі келгендей екілене жұлқылайды. Аттар әбден титықтап болдырды. Жұрт көздеріне құм құйылып, желге қарай жүре алмай ит зықылары шықты. Сонда да шеруді кідіртпегенді. Тоқтағанда да қара құрым қалың қол тырдай жалаңаш тұлды шөлде ықтасын табала ма? Қайта тентек жел күймелер мен жүктерді құла түзге бет-бетіне қуып әкетуі де мүмкін. Шөлдің есірік дауылы талай керуенді құм астына көміпте кеткен. Бұрын Тасбақаның дауылы мен қазанның кірісінде жолға шықпаушы еді. Осы жолы елге қалай да көктем басында оралам деп амалсыз ұрынып отыр. Бірақ әлде кімнің қарсылығын көрсе, бұрынғысынан бетер қарысып бағатын әдетіне басып, әбден тістеніп алды. Дүниені көктемде бір дүрліктіретін жел күшті ме, жоқ қаласа жарық жалғанның астын үстіне келтіретін бұл күшті ме? Дегенмен найзаңа ілікпейтін, қылышын кеспейтін мына жел деген пәленің осынша жын ойнағына зығырданы қайнапта келеді. Сонда да тоқтаймыз ба қайтеміз дегендей сары күймені айнал соқтап қайта келе берген қол басыларына еш шырай танытпағанда. Сырттағы ышқына олып тұрған желді көрмеген, естімеген кісіше сұп-сұр боп қатқанда қалған. 5 қонақтың 5 күні өткен соң дүние жынынан айырылған бақсыдай жым-жырт бола қалды. Жер беті айғыз жарылып кетіпті. Жарықтың арасынан шықса керек, мына жерде де, ана жерде теңкиіп тасбақалар жатыр. Кейбіреулерін жел аударып тастапты. 4 аяғы көктен кеп үйелеп қапты. Дауыл басылған күйі бесін ауа құмға іліккенді. Астынан
әлдегім алып дәулердің сүйегін қазып алғандай шағылдардың бүйірлері опырайып көрінеді. Сусылдақ сұп-сұр құмға малтығумен келе жатқандарына да әлденеше күн өтті. Кеше желден шаршаса, енді міне мелшиген меңіреу тыныштық қажытып келеді. Мынау қимыл қыбдырсыз, сыбыс-сыбдырсыз кеңістікте мен де тоқтап қалармын деп қорыққандай кеуде тұсында жұдырықтай бірдеңе еміс-еміс бұлқынады. Жолдарына дөңкиіп, кес-кестей құлаған жал-жалы шағылдардың қай-қайсына да жеткенше асыққанмен қарақатқақтың сыңайы әлі білінбейді. Көз жетер жердің бәрі әжім-әжім құм.